Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен бүгін кешегі болған халықаралық дүние жүзіне де күтпеген оқиға болды, соның нәтижесі болды. Осыдан 12 күн басталған Сириядағы Башар Асадқа қарсы көтеріліс жеңіспен аяқталды. 11 күнде Башар Асад өкіметі құлады. Өзі Сирияның астанасы Димашқ қаласынан ұшақпен ұшып шыққан, бірақ ол радарлардан жоғалып кетіп, оны кейбір деректерге қарағанда оны ракетамен атып түсірген. Оны кім атқаны да белгісіз. Ары берден кейін ол Ресейдің базасына, әскери кемелер орналасқан базасына сол бағытта ұшып бара жатқан жерінде оны Ресей атып түсірді ма, ракетасы әлде көтерілісшілер ма, әлі белгісіз. Және ол тірі ма, жоқ па, ол сол ұшақта болды ма, жоқ па, ол да белгісіз. Әлі оның тірі өлі екенін ешкім растаған да жоқ, жоққа да шығарған жоқ. Ал енді бұл Асадтардың билігі 54 жылға созылған болатын. Әкесі Хафез Асад 1970 жылдан 2000 жылға дейін 30 жыл билеп төстеген. Қарсы шыққандардың бәрін қанын суша ағызған. Оның осындай қанды қол ісін баласы Башар Асад та жалғастырған. Әсіресе мына 2011 жылы көтеріліс болған Башар Асад, сол Асадтардың билігіне қарсы. Сол кезде 15 жылға қарсы ол құлаудың алдында тұрғанда оған Ресей әскери көмек көрсетіп, және Иран екі жақты көмек көрсетіп, Башар Асадтың билігін аман алып қалды. Және де Путиншіл, мысалға, Қазақстан билігі де Астана форматында 22 кездесу ұйымдастырған. Мына Ресей, Түрік, Иран жақтарымен. Және де Сирия өкіметі, оппозиция, қарулы оппозиция, және де бақылаушы ретінде Америка құрама штаттары, Біріккен ұлттар ұйымының кейбір мүшелері, кейіннен Иордания мен Ливанда бақылаушылық жасаған болатын. 19 жылдың осы желтоқсан айының аяғында Астанада өтетіні айында жариялады. Қаңтар айында 17 жылдың басталған. Мына осы биылғы жылдың осы қараша айының 12-сіне дейін осы кездесу 22 кездесу өткен екен. 22. Соңғылары енді Астанада болған жоқ. Алдыңғының бәрі Астанада өткен. Ал енді міне, қан жібермейді. Ол қаншама Башар Асад 12 миллион сириялықтарды өз халқына қарсы террор жасаған. Ары берден кейін химиялық қару қолданған, улы газдарды. Қан жібермейді. Міне, оның да түбіне жетті. Қанша оның артында алып күш дейтін Ресей тұрса да, Иран тұрса да, Ресей осыдан 9 жыл бұрынғыдай оған көмек көрсете алмады. Украинаның соғысына байланғаннан кейін ол жерге әскер жіберуге оның шамасы келмейтін болды. Міне, оның да көрер бәрібір жауап беретін жағдай келді.
оның істеген қылмыстары сонымен аяқталды. Асадтардың. Жаңа айтып қалдым ғой, қан жібермейді деп. Міне, шындығында да қан жібермейді. Ең бастысы, мына қарулы оппозиция, оларды қандай құбыжық қып көрсеткен болатын. Олар сабақ алған, өткендегі осыдан 10 жыл бұрынғы, одан алдың 11 жылдан бергі көтерілісшілерде араларында арандатушылар, террористер де кіріп кетіп, сондай олардың бәріне айдар тақты, бәрін террорист, экстремист деп. Содан сабақ алған оппозиция араларындағы сондай арандатушылардан, террористерден құтылған. Бұл жолы мына қанша қалаларды, елді мекендерді алғанда ешқандай тонаушылық әрекеттерге, өртеуге, адам өлтіруге тыйым салынған. Қатал түрде тыйым салынған. Содан кейін де бүкіл халық қолдады бұл көтерілісшілерді. Әскерлер мысалға, өкіметтің әскерлері мысалға, Асадтың, олар да соғыссыз беріліп отырды. Қаруларын тапсырып, немесе кәдімгі азаматтық әскери киімін тастап, азаматтық киімге киіп көтерілісшілерге қосылып кетіп отырды. 2000-дай әскерилер бүкіл қару жарағымен Ирақ өкіметінен рұқсат сұрап, со жаққа өтіп кетті. Асадты қорғайды деген әскерилер. Міне, тирандарды ешкім қорғамайды. Ал енді осындай жағдайда 2 апта бұрын ешкімнің үш ұйықтаса түсіне де кірмеген жағдай болып отыр. Ал енді мысалға, бұл бір жағы Сирия өкіметінің енді көп көрді, өте қиындықты, осындай азапты, босқындықты көрген Сирия қазір тойлап жатыр, қуанып жатыр. Қуаныштарында шек жоқ. Шетелдегі босқындары да қуанып жатыр, Сирия халқы да қуанып жатыр. Ең бастысы, оларда қандай не болды? Қандай елді мекенді алса да, Сирияда діни бөліністер көп, онда мұсылман сунниттер, мұсылман шииттер бар, христиандар бар, христианның неше түрлі ағымдары бар, друз дегендері бар, друздар, алавиттері бар. Сол кім алавиттердің несінен шыққан Асадтың тұқымдары. Ол қандай бейбіт халықтың бірде-біреу зардап шекпесін. Кім қиянат жасаса, ұрлық жасаса, тонаушылық жасаса, адам өлтірсе, бейбіт адамдарды, олар жазаланады деп тыйым салынған. Соның нәтижесінде міне осындай 11 күнде Асад биліктен тайдырды. Қан жібермейді дегеннен міне ендігі кезек ол біздің де билікке келетіні анық. Енді оны дәл қай күніне айта алмаймын, әрине, біз сәуеге емеспіз. Бірақ ендігі кезек ол міндетті түрде Тоқаевқа келеді. Тоқаев, Назарбаев, Тоқаев режимінде осы бұлардың да мойында қан жібермейді. Ендігі кезек Тоқаевта. Мен айтайын дегенім сол. Енді қош сау болыңыздар. Енді тағы айта кетейін. Бұл жолы мысалға Тоқаевты оның қаңтарда берген бұйрығы болса, қайталанса, оны орындайтын полиция да емес, ұлттық қауіпсіздік комитеті де емес, әскерилер де емес. Ондай бұйрық орындалмайтынына мен сенімдімін. Себебі өзімізді қанша мысалға митингілер, бірдемелері болып жатса,
ылғи полиция алып кетеді. Түс ауғанша, кеш батқанша ұстап жібереді. Сондағы олардың айтқан сөздерінен де түсінуге болады. Енді тағы да осындай митингілері болса, бұйрық болса атасыңдар ма десе деп сұрағанда, олар оңашада қалғанда, ондай бұйрықты орындамаймыз деп бір емес бірнеше рет естігем. Оларды екінші рет ақымақ қыла алмайды. Ендігі кезек Тоқаевта. Путин бұл жолы оған көмек бере алмайды. Башар Асадқа қалай көмек бере алмады. Бұл жолды Украинаға байланған Путин бұл жолы енді екінші қайтара Тоқаевқа ешқандай көмек бере алмайды. Қазақстан қаңтардағыдай көтеріліп жатса. Соны да еске салғым келеді. Осы эфирді таратыңыздар, комментарий жазыңыздар, лайктарыңызды қойыңыздар. Көбірек таралатын болады. Қош сау болыңыздар. Эфирде кездескенше.